Ендеше біз канал ашқаннан кейін біздің белгілі бір бағыттағы каналымыз болады. Ол каналды қалай таңдаймыз? Яғни сіз видео салған кезде сіздің видеоңыздың бір категориясы болады. YouTube'та сондай категориялардың 15-і бар. Ендеше солар жайлы қысқаша айтып өтейін. Бұл видео категориялары. Осындай видео категориялардың сіздерге 15-і бар. Ал сол 15-нің барлығы теуіп жатыр ма, сізге қажет пе? Оның қазір қысқаша айтып өтемін. Сіздерге бұны айтпастан бұрын рейтингті көрсетіп кетейін. Яғни рейтинг бойынша YouTube'та қазір сделай сам деген контент категориясы жарып жатыр. Ол қандай контент? Мысалға, сделай сам деген мен жаңа айтып өткен лайфхактар. Лайфхактар өте көп қаралымда жинап жатыр. Соның арқасында көптеген каналдар лайфхак жасайтын каналдар ашып кетті, әртүрлі үй жағдайында жасауға тіптен жақсы деген сияқты. Сол категорияның теуіп кеткені, яғни барлықтарыңызға сондай категориядағы видеолар жасау мақсатында айтып отырған жоқпын, бірақ та ең көп қаралып жатқаны жаңағыдай сделай сам деген. Енді екінші орында не? Музыка, үшінші орында хайп, жаңалықтар, тағы басқа. Кете береді одан кейін. Кезекпен кезек. Ендеше бұл қатарлардың ішіне кулинария деген бағытта қосылып жатыр. Соңғы кезде одан кейін де кавер каналдар, музыкаға қатысты. Сіз өзіңіздің қабілетіңіз жаңа жазған боларсыз. Сол қабілеттің ішінде егер ән айтатын өнеріңіз болса, кавер канал жасап көрсеңіз де болады. YouTube арқылы дамыған көптеген әншілер бар. Джастин Бибердан бастап, Джифла, өзім жақсы көретін, сүйіп тыңдайтын әнші. Сондықтан да YouTube арқылы сіз мега жұлдыз болуыңызға ешқандай кедергі жоқ. Юмор, әзіл, ысқақ категориясы. Бұл барлығымызға таныс. Яғни YouTube'қа кез келген адам бір қызықты видео іздеп кіреміз. Яғни менің өзім кезінде болды, көптеген жайдармандарды бір уақытта кіта басқасы бар, КВН бар, барлығын кәдімгідей қарап іздеп кететін кездерім болатын. Яғни бұл өте танымал категория, яғни сіздерге бұл жерде мен сіздерге әзіл жазу, тағы басқа нәрселерді жаз деп айтып отқан жоқпын, бірақ та бұл категория арқылы сіздер өзіңіздің түсіріп көрсетпесеңіз де жинақтарды жасасаңыздар болады. Мысалға, әртүрлі кинолардағы қызықты моменттарды бір жерге жинап, топтама ретінде көрсетсеңіздер болады. КВН-ға обзор жасасаңыздар болады. Енді орысша КВН-ді алу қазір өте қауіпті. Сондықтан да қазақша біздің жайдарманымыз бар, кіта бар, тағы басқа. Еркебұлан Мырзабек сияқты басқа да форматтарды қолдансаңыздар болады. Немесе приколдардың жинағы. Басқа жерде тарап кеткен бірнеше приколдардың жинағын сіздер өздеріңізге салсаңыздар болады. Бұл жерде айта кететін мәселе авторлық контент. Яғни бұл жерде юморды сіз өзіңіз жасасаңыз өте жақсы әрине, ал біреуден көшіріп топтама жасасаңыздар, онда уже кішкене алдын алу керек болады. Сондықтан да ең бірінші айтатын авторлық құқықтан сақ болыңыздар. Сол үшінде сіздерге ең бірінші лайфхак, яғни авторлық құқыққа ұшырамау үшін барынша видеоны бетіндегі монтаждайтын болсаңыздар, барынша видеоның бетіне маска салыңыздар, одан кейін оны кішкене увеличить етіп, алшақтау етіп, әртүрлі әдістерді қолданыңыздар, зеркальный отражение жасаңыздар, яғни кәдімгі былай тұрған видеоны былай көрсетіп жіберсеңіздер болады. Өйткені YouTube-тың авторлық контенті өте қатты тексеріледі. Мен бұл жерде сіздерге ұрла, бүйт, сөйт, былай қолдан деп айтып отқан жоқпын, бірақ та мен сіздерге авторлық контент бойынша лайфхактарды ұсынып отырмын. Яғни біреудің контентін алған кезде сіздердің каналыңызға страйк немесе басқа да шағымдар жіберу мүмкін. Соның кесірінен сіздердің каналыңызға зиян шегіп, каналыңыз түбінде жабылып кетуі де мүмкін. Оны мен сіздерге авторлық құқыққа байланысты тағы да айта өтемін. Юморға байланысты жаңағы нәрселерден сақ болыңыздар.
Келесі категория ол транспорт, автомобильдер. Яғни бұл жерде сіздер өзіңіз машинаны жақсы білетін болсаңыздар, тағы да басқа біліміңіз болса, көзқарастарыңыз, харизмаңыз мықты болса, сізге міндетті түрде бұны аша салу ешқандай қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Себебі бұл үшін қолыңа түскен машинаны аласында, ашасында, жаңағыдай әрлі-бері айналып өтіп, әртүрлі жерін көрсетіп, бұл жерден жақсы разбор жасауға болады. Ондай каналдар қазір қазақша каналдар көбейіп жатыр. Бірақ та бұл бастама деген сөз емес. Яғни бұл жерде сіз өзіңіз кәдімгідей көрсетіп, тіпті басқа машинамен салыстырып, жарыстырып көрсетсеңіз вообще мощный болады да. А ондай қазақша каналдарда әлі жасаған ешкім жоқ. Сондықтан да машинамен разбор жасау тағы басқа бөлімдер, олар чисто еркектердің аудиториясын жинауға өте күшті. Сіздерге айтқан жаңағы өзіңіздің қабілетіңіз келетін бөлімде жаңа машинаны да білу мүмкін, машинаны жақсы көру деген сияқты мүмкін болу мүмкін. Сондықтан да авторазбор жасайтындай канал ашсаңыздар болады. Ендеше бұның даму жолы қандай? Бұл жерде сіздер әртүрлі қазіргі шығып жатқан машинаны салыстырасыздар, Арменияда болып жатқан оқиғалармен жаңағыдай өзіңіздің Қазақстандағы машиналарды салыстырасыздар, бағаны салыстыру, моторын, тағы басқасын салыстыру арқылы көптеген просмотрлар жинауға болады. және де бұл сала өте жылдам тарайтын сала. Авторазборға барасыздар да, жаңағыдай машиналарды кезекпен түсіріп өтесіздер ме? Бұған тіпті қатты ненің де қажет емес, видеоның түсірудің. Яғни бұған тек телефоныңыз болса болды, горизонтально ұстап алыңыз да, осылай түсіріп жүресіздер. Сондықтан қосымша жаңағыдай кішкентай Ронин алсаңыздар болады, телефонға арналған стабилизатор. Сонымен түсіріп бастап кетсеңіздер болады. Ал келесі бөлім ғылым, білім саласы. Яғни бұл жерде егер сіз ғылымды жаңа физика, химия, тағы не бар, биология, геологияны жақсы көретін болсаңыздар, өзіңіздің салаңызға қатысты, өзіңіздің білім деңгейіңізге қатысты жаңағы әртүрлі эксперименттер жасап, көбі білмейтін ақпараттарды тауып алып, соны видеоға түсіріп, соны жасасаңыздар болады. Тіпті мына физикадан, математикадан әртүрлі есептерді шығару, оларды қалай шығару керек, қандай эксперименттер жасау керек деген сияқты түсіндірме каналдар ашсаңыздар болады. Ол арқылы қалай ақша табамын десеңіздер, сіз өзіңіз мысалға есеп шығаруға заказ ала аласыздар, немесе мұғалімдікке заказ ала аласыздар. Оның егер жақсы дамып кетіп жатса, кейін школа ашып жіберуге болады деген сияқты. Жеке мектеп ашып жіберуге болады, оның ешқандай қиындығы жоқ. YouTube мүмкін сіздерге соның алғы шарты болуы әбден мүмкін. Сондықтан да наука бағытында, ғылым бағытында өте үлкен жетістіктерге жетуге болады, жасауға да болады. Бұған ешқандай шектеу жоқ. Өйткені қазақ тілінде бұндай каналдар жоқтың қасы. Сондықтан ең алғашқысы болып кіріп кетсеңіздер, ертең сізді көрген адам, сізден кейін жасаған адам уже айтады, мынау сіз анау сияқты жасап жатыр ғой каналын деген сияқты болады да. Яғни сіз бір тұлға болып қалыптасып қаласыз алғашқы жасап. Яғни оның просмотры көп болсын, аз болсын, сіз бәрібір ең алғашқысы боласыз. Яғни бұл жерде өте қатты ерекшелену керек. Келесі бөлім бұл жерде фильмдер. Яғни фильмдерге нені жатқызамыз? Өзіміз білеміз, кинолар, киноляптар, артисттар жөнінде, актерлар, актрисалар жөнінде, олардың өмірі жөнінде, кинодағы қызықты оқиғалар жөнінде біздер жаңағыда әртүрлі порталдардан информациялар жинап алып, берген сұхбаттарынан жинап алып, сол кинолардан үзінділерін қиып алып, сөйтіп біздер киноға қатысты әртүрлі қызықты оқиғаларды жасай аламыз. Ол өте бұлай айтқанда қатты қиын емес, бірақ жаңағыдай монтаж, ақпаратты іздеу жағынан кішкене ұзақ уақыт алуы мүмкін. Бірақ та бұл жерде шектеусіз жаңағыдай контент жатыр десек те болады. Шектеусіз кәдімгідей. Өйткені сіздер ол жерден көптеген миллиондаған киноға каждыйына талқы жасап, каждыйына разбор жасаңыздар болатын, мықты разборщик болатын болсаңыздар, тіпті бір киноға
бірнеше видео түсіріп тастай аласыздар. Каждый актерға, ол жерде болмай қалған сценкаларға деген сияқты оны сіздер бөлек порталдардан, сайттардан, ағылшынша сайттардан аударып, соны оқып алсаңыздар болады. Сондықтан бұл жерде ешқандай кедергі жоқ. Екінші бөлім. Бұл ең үлкен аудиторияны алып жатқан біздің геймерлер, яғни ойын жанрындағы видео түсіріп жүрген азаматтар бар, азаматшалар бар. Өзінің жеке харизмасын көрсету арқылы, ойын ойнау арқылы үлкен көрсеткіштерге жетіп жатыр енді. Мен соған таңғалам. Мен шынымды айтсам, жеке өзім мүлдем ойын ойнамаймын. Компьютерлік болсын, басқа PlayStation болсын, мүлдем ойнап көрдім бір-екі рет, бірақ та ұнаған жоқ. Сондықтан да мен бұл жанрға қатты кіріп айта алмаймын, бірақ та бұл жанрға қатысты сіздерге бұған керегі тек қана компьютеріңіз мықты болу керек, ойынға арналған, азуы жақсы, видеокартасы жақсы. Екіншісі, сізге программаны жүктеп аласыз. Ол қандай программа? Ocam, Steady, қандай бар тағы? Экранды жазып алатын кәдімгідей программалар көп. Мен өзім жеке Ocam деген программаны қолданам. Тегін қалағанша видео түсіріп, соны кейін монтаждап сала бересің. Сондықтан да бұл ойынға тағы да айтатын болсақ, неге бұл ойындарға авторлық құқық ұрмайды? Мысалға, UFC-дің кәдімгідей бойы болады, оны мен бір рет алып салған болатын бір каналға, және де бірден маған банит етіп, кәдімгідей нарушение келген болатын, менің видеомды көрсетпей тастады. Яғни ол YouTube-тың сондай компаниялармен авторлық толықтай сақталғандықтан, ондай жаңағы үлкен ауқымдағы әлем бойынша көрсетілетін кейбір авторлық дүниелерге шектеу қойып тастаған. Сол үшін де мына ойыннан басқалардың көбінде авторлық құқық бар. Ойындарда да бар. Мысалға, кейбір ойындарда компания басқа YouTube-та көрсетілмесін деп шектеу қояды. Ал көбіне ондай компаниялардың барлығы ешқандай шектеуді қоймайды, алып тастайды. Яғни ол керісінше жаңағыдай YouTube арқылы сол ойынның ары қарай дамығаны, олардың басқа біреулердің жаңағыдай аудиториясын кеңейткені керекті. Сол үшін де жаңағыдай авторлық ұрмайды. Сондықтан да көп ойынға қатысты жанрдағы видеоларға авторлық ешқандай рөл ойнамайды, шын айтқанда. Ол жерде сізге не керек? Ол жерде жақсы харизма керек, жақсы тапқырлық керек, жақсы приколдар тізімі керек. Ол жерде сіздер заготовка жасай аласыздар. Мысалға, бір ойынды ойнап алып, тап соны артынан қайталап, дайын шуткалармен дайын тексттарды жазып алып, айта аласыздар. Яғни дайын заготовленный эмоциялар жасап қойып, сіздер прямой эфирда ойынның барысында соны жасап отқан сияқты бола аласыздар. Бұл өте жақсы саланың бірі. Сол арқылы өзінің аудиториясын тауып алады. Бірақ ол жерден енді ақша табу кішкене қиындау, донатпен алуға болады, яғни. Бірақ Қазақстанда кішкене көбіне донатпен бөлісу, ақша табу кішкене қиынырақ. Бұл алдағы уақытта келеді. Осы 1-2 жылдың ішінде донатпен ақша табу деген жақсы рөл алуы керек, міндетті түрде. Ендеше негізгі видео категорияларды мен айтып біттім. Бұлай қарайтын болсақ, қалғандарымыз бұл категорияның жоқ, немесе YouTube-тың берілген категорияларының ішіндегі жоқ форматта біздер видео түсіретін болсақ, онда біздер көбіне люди и блоги деген категорияны таңдаймыз. Енді бұл видео ұзаққа созылып кетті, әрине, бірақ барлықтарыңызға қарағаныңызға рахмет. Алдағы видеолардың ұзаққа созылмауына өте көп тырысып жатырмын. Барынша қысқа нұсқа ақпарат бергім келіп жатыр. Сонда да ұзап кетіп жатыр енді. Іште көп нәрсе жатыр, барлығын айтуға тырысып жатырмын. Сондықтан да айтпай қалған нәрселерім болса, келесі сабақтарда қосылып өтетін болады. Толықтай қарап шыққандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта көріскенше.